Қайырлы күн баршаңызға. Бір жасағаннан сәтті шығатын зебра пирогының рецептімен бөліскім келіп тұр. Ортасы толығымен пісіп, үл-бүлдек болып шығады. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаны жарып аламыз. Одан кейін үстіне қант салып, миксермен 2 есе аппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Үстіне сүтті құямыз, сұйық майды құйып, тағы да 2-3 минуттай миксерлейміз. Оның үстіне разрыхлитель салып, яғни қопсытқыш саламыз да венчиктің көмегімен тек қана бір бағытта араластырамыз. Ешқандай түйіршіктер болмау керек. Енді осы массаны 2 бірдей бөлікке бөліп аламыз. Бірінші массамызға 2 ас қасық ұн салып жақсылап араластырамыз. Екінші массамызға 2 ас қасық какао салып жақсылап араластырамыз. Ешқандай түйіршік болмау керек, оны тағы да ескереміз. Сонымен формамызға фольга немесе пергамент қағазын төсеп аламыз астына. Сонымен қатар әр массадан 3 қасықтан кезекпе-кезек құйып отырамыз. Менің формамның диаметрі 24 см, сонымен қатар 26 см формаға да жасай берсеңіз болады. Шпажканың көмегімен осындай үстіне узорлар саламыз. Дайын болған массаны 170 градуста 45-50 минут пісіреміз. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан пештеріңізге қараңыздар. Пирогымыз дайын болып шықты. Енді формадан аламыз да шайға ұсына берсеңіздер болады. Өте керемет, өте дәмді болып шығады. Ас болсын.